Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге пиццериядағыдай пиццаның түрі маргарита және пепперони пиццаларының жасалу рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді болып шықты, міндетті түрде жасап көріңіз. Достар, менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Бұл пиццаны жасау үшін ең алдымен таза ыдысқа жылы суды құйып аламыз. Жылы судың үстіне 1,5 ас қасық қант және 1 шай қасық ашытқы қосып ерігенше араластырамыз. Жарты шай қасық тұз салып венчикпен ерігенше барлығын араластырып аламыз. Толығымен ерігеннен кейін оның үстіне алдын ала електен өткен ұнды аз-аздан шетінен сала отырып, жұмсақтау етіп қамыр илейміз. Масса қоюлана бастаған кезде үстіне аздаған сұйық май қосамыз. Осындай қолға жабыспайтын жұп-жұмсақ қамыр шығады. Дайын қамырды көтерілуге 40 минутқа бетін жауып жылы жерге қойып, келесі кезекте пиццаның соусын дайындаймыз. 2 қызанақтың үстіне толтырып ыстық су құямыз, яғни қабығы тез алынуы үшін. Су міндетті түрде ыстық, қайнап тұрған болуы қажет. Қызанақтың сыртқы қабығын аршып тастап, енді оны ұсақтап кесіп, блендерге салып ұсақтап аламыз. Келесі кезекте соусты ыдысқа салып, пешті қосамыз. Дәміне қарай аздап тұз салып, паприка және керегінше орегано приправасын қосамыз. 2 тішсе чеснокты қосып, оны тергілеп, осы массаны 5-6 минуттай қайнатып аламыз. Соус осымен дайын болды. Келесі кезекте ашып дайын тұрған қамырды алып, 2 бөлікке бірдей етіп кесіп, оны дөңгелектеп аламыз. Аздап ұн себе отырып, оқтаумен жайып, осындай қалыңдықтағы пиццаны дайындап аламыз. Жабыспай өте әдемі болып жайылады. Достар, менің каналыма алдағы уақытта осындай көптеген керемет рецептер шығады. Рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Бір қамырға 3 ас қасықтай соусты салып, бір тегіс етіп жайып шығамыз. Келесі кезекте алдын ала үккіштен өткізілген сырды бетіне бір тегісті етіп жайып шығамыз. Бетіне колбасаны тегістеп жайып шығамыз. Келесі пиццаны да дәл осылай етіп, оның бетіне қызанақты қойып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 220 градуста 5-7 минуттай пісіріп аламыз.